Бұл бас даусындағы әдемі жылжуды кейін академиялық музыкада кімнің шығармашылығында бар еді деп ойланып келсем, Бетховеннің 14-ші сонатасы айлы соната, лунная соната деп жатамыз. Хитовый сонатасы ғой, бәрі білетін. Сода басында кәдімгі бірінші тактіден бастап, дәл Садрадиннің жаңағы обороты бар ғой, дәл сол қолданылған басындағы жылжу жолы дәл Бетховеннің жаңағы айлы сонатасының бірінші бөлімінде де дәл осы гармониялық бас даусындағы жылжу тура Садрадиннің кіріспесіндегі осы жаңағы жолды екеуі бірдей. Сіздер естідіңіздер ме? Осы жерде қайтадан жаңағы оборотын қайтадан қолданды. Бетховендағыдай оборотты бастағы.